Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәліметтер жинағы. Бүгінгі сабақта деректер жинағын жүргізуді, жүйелеуді, кестелер мен диаграммалар құрастыруды үйренесіңдер. Ең алдымен мәліметтер жинақтау деген не? Бейне материалға қараймыз. Кез келген практикалық есепті шешу ақпарат жинаудан басталады. Мысалы, туған өлкеңнің көрікті жерлер туралы хабарлама дайындау үшін ол туралы ересектерден сұрау, өлкетану мұражайына бару, анықтамалық әдебиетті оқу, ғаламтордағы мақаланы оқып шығу қажет. Ақпарат қоршаған әлемді және онда болып жатқан үрдістер туралы мәлімет. Жинаған ақпараттың құндылығы оның айналамыздағы әлем туралы жаңа білім көзі бола алатынында. Адам ақпаратты 5 сезім мүшесі арқылы қабылдайды: көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу. Сауалнама, байқау, эксперимент арқылы деректерді жинақтауға болады. Деректерді кесте және диаграмма түрінде жүйелеу ыңғайлы. Бұл ақпаратты көрнекі түрде көрсетуге, талдауға және салыстыруға мүмкіндік береді. Диаграмма бұл сызба. Ол сызықтар, бағандар немесе дөңгелек түрінде болуы мүмкін. Мысалы, мына диаграммадан 2-ші сыныпта барлығы 26 оқушы. Олардың 12-сі ұл және 14-і қыз екенін анықтауға болады. Деректерді жүйелеудің кестелік әдісімен бұрыннан танысыңдар. Мысалы, бұл бір таңбалы сандарды 20-ға дейінгі қосу кестесі. Кестедегі ақпаратпен жолдар немесе бағандар бойынша жұмыс істеуге болады. Мәліметтерді жинау, мәліметтерді жазудың әртүрлі типтері бар. Ол схема, кесте, диаграмма түрінде. Диаграмма бұл схема, ол сызықтар, бағандар, шеңбер және тағы басқа түрлері болуы мүмкін. Балалар, алдымызда тұрған диаграммаға қараймыз. Бұл диаграммадан нені білуге болады? Диаграмма бойынша жауап беруге тырысайық. Балалар, диаграммада 7 қара ала сиыр, 6 сары ала сиыр, 4 қой, 3 лақ, 5 қара ешкі, 6 ақ ешкінің суреті бейнеленген. Осы суреттерге қарап, нешеуі артық, нешеуі кем екенін сөздерін пайдаланып, сұрақтар қойып көрейік. Мысалы, алатын болсақ, қара ала сиыр сары ала сиырдан нешеуі артық? Мұнда қара ала сиырдың саны 7, ал сары ала сиырдың саны 6. Демек, 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең. Қара ала сиыр сары ала сиырдан біреуіне артық. Немесе 4 қара қой 3 ақ қара қойдан нешеуі артық? Дұрыс, біреуі артық. Ал ақ қой қара қойға қарағанда нешеуі кем? Дұрыс, біреуі кем. Балалар, бұл жерде біз диаграммадағы сұрақтарға жауап бердік. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Суреттерді пайдаланып диаграмма құрастырып көрелік. Мұнда қандай жануарлар бейнеленген? Мәліметтер, астындағы мәліметтерді пайдаланып, үлгі бойынша жинақтап көрейік. Тексерейік. Балалар, мүйізі бар үй жануарлары, мүйізі бар жабайы жануарлар, мүйізі жоқ үй жануарлары, мүйізі жоқ жабайы жануарлар. Яғни, мүйізі бар үй жануарларына сиыр, ешкі, қошқар, мүйізі бар жабайы жануарларға бұғы, арқар, киік. Мүйізі жоқ үй жануар, жылқы, түйе, ит. Мүйізі жоқ жабайы жануар, арыстан, қасқыр,
аю. Мінекей балалар, біз сендермен қандай жануар бейнеленгенін атап шықтық. Үлгі бойынша диаграммаға салдық. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Балалар, диаграмма, жаңағы берілген диаграмма бойынша тапсырмадан мәліметтерді жинаймыз. Яғни, баған, мына бағандағы тақырыптар ретінде қандай сөздерді аласың? Үй жануарлар және жабайы жануарлар. Мына мәліметтерді қолдана отырып. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл бізде мүйізді және мүйізсіз үй жануарлар мен жабайы жануарлар. Кәнекей. Үй жануарлары, мүйізді үй жануарлары. Сиыр, ешкі, қой. Жабайы жануарларға бұлан, қошқар, бұғы. Мүйізсіз үй жануары ат, ит, түйе. Мүйізсіз жабайы жануар арыстан, қасқыр, аю. Дұрыс таптыңдар балалар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Есепті шығарамыз. Нұсқасына қараймыз. Жазғы балалар лагерінде біздің ауылда шілде айында 35 бала, тамыз айында шілде айына қарағанда 5 бала артық демалды. 2 айда барлығы неше бала демалды? Есептің қысқаша сызбасы, яғни шарты. Шілде айында 35 бала, тамыз айында белгісіз бала, бірақ 5 бала артық. Сұрақ, бұл жердегі не табуымыз керек? 2 айда барлығы неше бала демалды? Шешуін табу үшін ең алдымен тамыз айында қаншаға артық екенін табамыз. 35 пен 5-тің қосындысы, яғни шілде мен тамыз айының қосындыларын қосамыз. Яғни 35 пен 5-тің қосындысы 40-қа тең. Бұл тамыз айында осыншама 40 бала артық келген. Демалған. Енді шілде айы мен тамыз айындағы шыққан балаларды 35 пен 40 санының қосындысын қосамыз. Бізде 75 шықты. Балалар, жауабы 2 айда барлығы 75 бала демалды. Келесі есеп. Егістіктен элеваторға 64 центнер бидай жіберілді. Бірінші күні 10 центнер, қалғаны екінші күні жіберілді. Бірінші күнге қарағанда екінші күні неше центнер бидай артық бастырылды? Балалар, есептің шартын құрастырамыз. Бірінші күні 10 центнер бидай, екінші күні белгісіз центнер бидай, бірақ барлығын егістікте 65 центнер бидай артық жіберілді. Шешу. Яғни барлығы 64 центнерден бірінші күнгі 10 центнерді азайтамыз. Бізде 54 центнер. Екінші күн шығады. Екінші күннен, яғни 54 центнерден 10 центнер азайтамыз. Балалар, сонда бізде 44 центнер. Екінші күні 44 центнер бидай артық бастырылды. Балалар, бұл есеп сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.